Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Телесабаққа қош келдіңдер. Балалар, өткен сабақта біз сендермен мәтіннің түрлерін есімізге түсірдік. Мәтіннің әңгімелеу, сипаттау және пайымдау түрлері болатынын білдік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да мәтін түрлеріне арналады. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен суреттер бойынша мәтіннің мазмұнын болжайсыңдар. Оқыған, тыңдаған материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазасыңдар. Балалар, бізге берілген тақырып пен сурет бойынша өлеңнің мазмұнын болжап көріңдерші. Суретке мұқият қараңдар. Суреттен түлкіге шабуыл жасап жатқан бүркітті көруге болады. Өлең қырағы қыз бүркіт туралы болуы мүмкін. Болжамымыздың дұрыстығын тексеру үшін өлеңімізді мұқият оқиық. Бүркіт. Бүркіт ірі қайратты, сұлу әрі айбатты. Көтеріліп тым биік, көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін жылады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Балалар, біздің болжамымыз дұрыс келді ме? Дұрыс келді. Өлең бүркіт туралы екен. Балалар, бұл мәтіннің қай түрі? Дұрыс айтасыңдар, сипаттау мәтіні. Себебі өлеңде бүркітті ірі, қайратты, сұлу, айбатты, жүректі, қырағы, алғыр, текті құс деп сипаттаған. Балалар, мәтінді түсініп оқиық. Қыран бейнесі еркіндік белгісі. Ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Балалар, енді оқыған өлең мен мәтінді салыстырайықшы. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында бейнелі, қайсысында нақты суреттелген? Өлеңде бүркіт бейнелі суреттелсе, мәтінде нақты суреттелген екен. Балалар, бейнелі суреттеу дегенді қалай түсінесіңдер? Бұл сұрақтың жауабын өлеңнен таба аламыз. Өлеңде бүркіттің бейнесін ірі, қайратты, сұлу және мінез қасиетін айбатты, жүректі, әрі қырағы деп суреттеген. Міне балалар, бейнелі суреттеу дегеніміз осы. Біз мұндай мәтін түрлерін көркем мәтін деп атаймыз. Мәтінде бүркітті нақты суреттеген. Бұл мәтінді ғылыми мәтін деп атаймыз. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, адам қалай пайдаланатыны түсіндіріледі. Ту сөзінің голландтық тегі бар және корабль байрағы дегенді білдіреді. Қазақстанның мемлекеттік туы біздің мемлекеттігіміздің басты нышандарының бірі. Бұл ұзындығы 2 метр және ені 1 метр, ортасында 32 шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген көгілдір түсті тік бұрышты мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік шолақ түрінде нақышталған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы, танымал суретші, еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Мемлекеттік туды жасауға суретші жарты жыл уақыт жұмсады. Ол бүкіл әлемнің туларын зерделеп шықты. Қазақстанға өзіндік бірегей нұсқа қажет еді. Шәкен аға көгілдір түске, ашық таза аспан түсіне нақты тоқтады. Қажет реңкті ұзақ іздеуге тура келді. Тудың өзін шебер қолдан тікті. Алтын күнге қарай қалықтаған қыран мен жандағы өрнекті жылтыр материалдан қиып жасап, содан кейін оларды матаға үтіктеп жапсырды. Алтын шұғылалы күн, қалықтаған қыран және ұлттық өрнек бейнеленген көгілдір мата бүгінгі күні елдегі әкімшілік ғимараттарға көрік беріп, тәуелсіз Қазақстанның шетелдік мемлекеттердегі елшіліктер ғимараттарының үстінде желбіреуде. Балалар,
мәтінді мұқият оқиық. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ. Тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауынқұртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Балалар, мәтінге ат қойыңдаршы. Қандай ат қояр едіңдер? Мен қызғыш құс деп атар едім. Балалар, мәтін бойынша жоспар құрайық. Өздеріңе белгілі мәтіннің 3 бөлімі болады. Біріншісі кіріспе бөлім, екіншісі негізгі бөлім, және үшіншісі қорытынды бөлім. Балалар, кіріспе бөлімде мәтінде не туралы айтылғаны баяндалады. Мәтініміздегі кіріспе бөлім: бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерді мекендейді. Балалар, бөлімге тақырыпша қояйық. Қандай тақырыпша қояр едіңдер? Қызғыштың мекені деп алайық. Негізгі ой мәтіндегі негізгі ойды айқындайды. Мәтініміздегі негізгі ой: қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ. Тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Балалар, бұл бөлімге қандай тақырыпша қоямыз? Құстың сипаты деп алайық. Қорытынды бөлімде мәтіндегі ойды қорытындылаймыз. Мәтініміздегі қорытынды бөлім: қызғыш жауынқұртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Бұл бөлімді оның пайдасы деп алайық. Балалар, осы жоспар бойынша мазмұндама жазыңдар. Жұмыстарыңды ұстаздарыңа тексертіп алыңдар. Балалар, мәтінді мұқият оқиық. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Балалар, мәтінге ат қойыңдаршы. Мәтінді үкі деп атауға болады. Балалар, мәтіннің қандай түріне жатады? Бұл мәтін сипаттау мәтіні. Себебі мәтінде үкіні басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ деп сипаттаған. Балалар, берілген жоспар бойынша мәтіннің бөлімдерін ажыратайық. Кіріспе бөлімді жыртқыш құс деп атаған. Мәтіндегі кіріспе бөлім: үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Екінші негізгі бөлімін үкінің сипаты деп атаған. Мәтіндегі негізгі бөлім: оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Балалар, бізде қай бөлім жазылмаған? Дұрыс айтасыңдар, қорытынды бөлім жазылмаған. Жоспарда қорытынды бөлімді оның пайдасы деп атаған. Қане, өзіміз жалғастырып көрейік. Балалар, жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Үкі тышқан секілді кемірушілерді аулап пайда келтіреді. Үкіні қазақ халқы қасиетті құс санайды. Бәрекелді балалар. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен берілген сурет бойынша өлеңнің мазмұнын болжадыңдар. Оқыған, тыңдаған материалдар бойынша жоспар құрып, мазмұндама жаздыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.